Баршаңызға сәлем. Бүгін Ақбота Нұрдың тағы да Дубайда неке құрған туралы ақпаратпен, яғни видеомен бөлісетін боламын. Ақбота Нұр еліміздегі әнші, актер, актриса, қаншама киноларда, бағдарламаларда тележүргізуші болып жүрген танымал қыз-келіншектердің бірі. Яғни 2 баласы болса да, өте сұлу мүсінімен қаншама қыздарды, қаншама еркектерді өзіне қаратып жүр. Сәлден кейін Ақбота Нұр ханым эфир тізгінін өз қолына алады, дайындалып жатыр. Қалыңыз қалай? Рахмет, жақсы. Бүгінгі бағдарламаны маған жүргізуге бұйырыпты. Әрине, бұл жай ғана байқау әзірге. Егер де өтіп жатсам, маған неше түрлі нәрсе жазылып тұр. Неге Алла деп айтып отырсыз, айта бересіз, Аллаға не дейсіз? Аллаға не беріп жатсыз дейді. Бір нәрсе беріп міндетті ма? 5 уақыт намазыңды оқысаң болды емес пе? Қазақ десең өзіңше көпке топырақ шашқым келмейді. Үлкен кісі болып алып, 79 жылғы болып алып, маған әңгіме айтып отыр. Наоборот, бізге ақыл кеңес берудің орнына, баталарын берудің орнына бізбен жағаласып жастармен қырылып отыр ғой мен прямой эфирда. We were just kids when we fell in love, not knowing. Кез келген келіншек ойлаймын да, енді бір баламен қалған келіншектер, ажырасқан келіншектер түсінеді деп ойлаймын. Өйткені жалғызбасты ана үшін көптеген қиындықтар туғызындайды. Өнер адамы болғаннан кейін қаншама жігіттер болсын, бастық болсын, шалдар болсын, Ақбота Нұрға мүсініне өте қызығып, оған неше түрлі ауыр сөздер болсын, тәтті сөздер болсын, сыйлық беру мүмкін. Сондықтан да басы бос болған қалмайды. Және Ақбота Нұр жүкті келіншек болғанын қалайды. Өйткені жүкті келіншектер әлемдегі ең сұлу келіншек болып табылады. Сол үшін де тезірек отбасы құруға асықты. Жүрегімде жаралама, сезім бәрсін бағаламай, ұшақ қонар әрбір гүлге, сендер жүрек бағырыма. Осындай әсем даусымен елдің барлығын тәнті етті. Өзіме Ақбота Нұрдың даусы да, өзі де, сөзі де барлығы ұнайды. Тіпті сүйкімді қылығына дейін ұнайды. Ал сіздер Ақбота Нұрды ұнатасыздар ма? Жақсылығым үшін маған Құдай тағала бұл қызды берген. Бүгін Боташпен кездесіп, күшті сезімде отырмын. Көңіл-күй қалай? Жақсы, сенің жаңа жұмысымен құттықтаймын. Өсе берсін, биіктерді бағындыра бер. Ақбота Нұрдың досы екен, бірақ түрліне қарасаң, бұл Ақбота Нұрға ғашық сияқты. Қолын сондай қысып алып, жақсы көретінін айтып жатыр. Досым дейді ғой, барлық ер адамдар әйел адамды досым дейді, бірақ оның ішкі сырында сезім жатыр. Бұл Ақбота Нұрдың кинодағы сүйікті актермен түскен кездегі сәті, өте сұлу сәтімен бейнеленген. Оның күлгеннің бәрінен айт, оның жүргеннің бәрінен айт, көзіне қараса бәрі құлайды, яғни бұл сұлу бәріңе ұнайды. Әрине бәріне ұнайды. Қазақстанның барлық әйеліне де, қызына да, ер адамдарының барлығына да Ақбота Нұр секілді табиғи әнші, сұлу, 2 баланың анасы барлығына ұнайды. Просто бұның өміріндегі әр жігіттермен орнаған отбасыз кәдімгі құрудағы өте жолдары қиын. Қаншама жігіттермен отбасы құрса да ажырасып кетіп жатыр. Махаббаттың бұл киносы. Мен емес? Кім жүр? Ойлап қалдыңыз. Әрине бұл емес, қазір мен видеоны аяғына дейін көріңіздер. Мейлі ешкім байқамасын,
қайтарасың. Ақбота Нұр Таңшолпан телеарнасында жүргізуші болған кезде қасындағы Шерхан деген кинода ойнайтын ең бұзық рөлді ойнайтын бұл да танымал актер сөз салған болатын. Бірақ бұның барлығын әлі күнге дейін жоққа шығарып жатыр, яғни бұл сценарий деген сияқты. Бірақ қарап отырсаңыздар, көріп отырсаңыздар, Шерхан Ақбота Нұрды қатты жақсы көреді. Түрінен ақ, көздерінен ақ көрініп тұр, сезімдері болғанда рас шығар, бірақ мойындамайды. Оның барлығы қате. Дәл қазір әлеуметтік желіде Ақбота Нұрдан құтыла алмай жүрмін деп жарыса жазуда. Ақбота Нұрда бақытты болуға лайықты. Жарайды, жас кезінде қателесті, тоқалы болды делік, бірақ бұл қыздың да бақытты болуға лайықты. Екі баланың анасы болса да, өмірде барлық қиындықтарға шыдап келе жатқан ең мықты ана дер едім. Тағы да айта кетейік, сұлулығын әлі күнге дейін сақтаған Ақбота Нұр бір кездері Әділет Жауғашар деген атақты әншімен де көңіл қосқан. Өйткені өздері көрсетіп қойды. Оның барлығын видеодан көрсетіп, бірге тойға барып, бірге ән салып, тіпті үйленуге дейін болған. Бірақ енді араларына не болғанын білмедім. Одан кейін тағы да ажырасып кетті. Елімізге белгілі актер болсын, танымал болсын, тіпті атақты әншілермен де Ақбота Нұр барлығымен достасып, араласып, қыз бен жігіт ретінде жүрді. 30 жасқа келсе де Ақбота Нұр әлі күнге дейін қартаймады. Өйткені өзінің мүсіне өте қатты мән береді, өзіне өте қатты қарайды. Бұл жастағы қыздар, әйелдердің көбісі қазіргі таңда қартайып, бетін әжімсіген, ботекс жасатқан. Ақбота Нұр еш уақытта бетіне ботекс жасатпаған. Осымен біз Ақбота Нұрдың танымал әншілермен қаншалықты жақын болғандығын барлығын көрсеттім. Енді бізде Бақытты болыңыздар. Тойдың фото бар. Тойда отырмыз.